Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Жұбатқанова Жансая. Бүгінгі Шалқар шабыт радио торабында кезекті сұхбатымыз мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімі Нұрайдинова Айнагүл Нұрайдин қызымен болып отыр. Айнагүл Нұрайдин қызы, үздік бастауыш сынып мұғалімі 2022 сайысына қатысып, бірінші орын иеленіпсіз. Құттықтаймыз. Және де өзіңіздің осы сайысқа қалай қатысқандығыңыз туралы, үздік бастауыш сынып мұғалімі 2022 сайысы туралы айтып кетесіз? Жақсы, рахмет. Құттықтауыма үздік мұғалім, бастауыш сынып мұғалімі 2022 сайысы аудандық деңгейде өткізілді. Бұл деңгейден бас жүлде алып, сол аудан атынан облысқа шыққан болатынмын. Сайыстың шарты бойынша ең бірінші табысты ұстаз бейнеролигі. Бұл бейнероликте оқушы және мұғалім жетістігінен 1 минуттық бейнеролик дайындап апардық. Бұл үй тапсырмасы болатын. Онан кейін 15 минуттың ішінде қысқа мерзімді жоспар деп аталып, мұғалімдердің күнделікті сабаққа жасайтын жоспарын 15 минуттың ішінде берілген тақырып бойынша құрамыз. Бұл менің ең үздік сабағым деген бөлімі. Сол сабақты 10 минуттың ішінде қорғап шықтық. Бұл екінші кезеңі. Үшінші кезеңі ситуациялық сұрақ. Осы үш кезеңнен тұрды. Облыс деңгейінде сайысқа 13 мұғалім қатысты әр ауданнан, және жүлдегерлер анықталды. Рахмет. Бастауыш мұғалімі болу үшін қандай талаптар қажет? Жалпы мұғалім болу үшін абай атамыз айтқандай, ыстық қайрат, нұрлы ақыл және жылы жүрек керек. Ыстық қайрат деп отырғанымыз бұл жерде мұғалім сабаққа кіргенде оның нұрынан жүзіне нұр төгіліп, және бойында ерекше шабыт болу керек. Сабаққа кіргенде баланың еңсесін көтеретіндей, баланы сабаққа тарта алатындай өзінде қайрат болу керек, күш болу керек, қуат болу керек, қуаты тасып тұру керек. Егер мұғалімнің еңсесі басылып келсе, бала да солғын күйге түсіп қалады. Сондықтан сабақты жарқыратып өткізу үшін мұғалімнің өзі жарқырап тұру керек. Және ақыл, міндетті түрде нұрлы ақыл керек, және жылы жүрек, балаларды жақсы көру керек. Балаларды мейірімін бере білу керек. Рахмет. Сіз өзіңізді қатал мұғалім немесе мейірімді мұғалім ретінде сипаттай аласыз ба? Енді әр бала негізі әртүрлі. Барлық бала бірдей емес. Олардың психологиялық жай-күйі сабаққа келгендегі әртүрлі болады. Әр балаға әртүрлі деңгейде қарым-қатынас жасау керек. Кей балаға қаталдау қарау керек болса, кейбір балаға мейірімділікпен қарау керек. Сондықтан мұғалім керек кезінде қатал да бола білу керек, және мейірімді де бола білу керек. Ол сабақтағы ситуацияға, балаға қатысты жеке қарым-қатынасқа байланысты. Сыныптағы оқушыларыңыздың үлгерімін қалай бағалар едіңіз? Күнделікті сабақтағы. Жалпы сыныбым менің бүгінгі таңда 85% үлгерім көрсеткішін көрсетіп отыр. Бұл дегеніміз сыныпта тек қана үлгерімі орташа, нашар деп айтпаймын бұл оқушыларымда. Өйткені олар өз деңгейінде мектеп программасын меңгеріп отыр. 3 қана оқушы бар. Дегенмен ол 3 оқушының өзінде де ілгерілеушілік бар. Ал сыныптағы олардың білім сапасын сабаққа қатысым деңгейі, бірінші үй тапсырмасына дайындық, күнделікті сабаққа қатысымы, сабақтағы жұмысты орындау деңгейі, яғни 10 балдық жүйеде бағалаймыз. Үй тапсырмасына белгілі 2 балл болса, сабақта орындалатын әр тапсырмаларда балдық деңгейде әр тапсырмаға өзіне критикалды дескриптор бағалау бойынша балл қойылады, және сабақ соңында олардың барлық алған бағалары есептелініп, 10 балдық көлеміндегі бағамен бағаланады. Рахмет. Оқушыларға сабақты қалай қызықты етіп өткізесіз? Қандай әдістер қолданасыз? Енді мен бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан, бірінші сынып, екінші сынып, бұл көбіне оқушыларды қызықтыру үшін ойын әрекетін қосамыз. Әсіресе бірінші сыныпта ойын арқылы оқушыларды дамытамыз. Ойын жаттығулар өте көп жүргізіледі. Екінші сыныптан бастап олардағы дамытушылық жұмыстар, үшінші, төртінші сыныптан бастап шығармашылық тапсырмаларды қоса бастаймыз. Енді оқушыны сабаққа қызықтыру, бұл осы сабақтағы әртүрлі әдістерге байланысты. Оқушыларды қызықтыратындай әртүрлі әдістер, және
және мұғалімнің сабақ өткізу шеберлігі. Алдағы армандарыңыз бен мақсаттарыңыз жайлы айтсаңыз? Жақсы. Адам негізі армансыз болмайды. Арман арқылы алға ұмтылады, арман оны жетістікке жетелейді. Өзімнің жеке өмірімде де армандарым көп. Отбасыма қатысты, енді өзімнің жұмысыма қатысты айтатын болсам, мен өзімнің алдымда елін сүйетін патриот, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелегім келеді. Балаға деген көп қасиеттер, жақсы қасиеттер ең алдымен ол бастауыш мұғалімінен бойына дариды. Бастауыш мұғалім, мектептің оқушысы, ол үшін идеал, ол үшін ұлы тұлға, оның ұстазы. Ол көп жақсы қасиеттің барлығын өзінің ұстазынан сіңіреді. Сондықтан мен өз шәкірттеріме жақсы ұстаз ретінде үлгі болғым келеді. Елімізді өркендететін ұлтжанды ұрпақ тәрбиелегім келеді. Осыдан бір жыл бұрын мен Астана қаласында өткен бастауыш сынып мұғалімдерінің съезіне қатысып қайтқан болатынмын. Сол кезде білім министрі Асхат Аймағамбетов мырза айтқан болатын. 5-ші сыныпқа барған кезде, 5-ші сынып оқушыларының сыныбына кіргенде, ол оқушылардың қай мұғалімнің оқушысы екенін бірден аңғаруға болады. Өйткені сол оқушылардың бойында алғашқы ұстазының қолтаңбасы жатады деген болатын. Бұл өте дұрыс айтылған ой деп ойлаймын. Себебі біз тәрбиелеген бастауыш әрбір шәкірттің бойында алғашқы ұстазының қолтаңбасы жатады. Ұстазына көп нәрсе байланысты, алғашқы мұғалімге көп нәрсе байланысты. Көп игі қасиеттерді, жалпы бойына сіңіретін қасиеттердің көбісін ол алғашқы ұстазынан алады. Сондықтан мен өз оқушыларымды, өзімде ел жанды, ұлт жанды, патриот бола отырып, балаларымды да сол елін сүйетін патриот қылып тәрбиелесейін деп ойлаймын. Себебі бұдан 1-2 жыл болған қаңтар оқиғасы маған өте қатты әсер етті. Содан кейін өзімнің әріптестеріме де жалпы бастауыш сыныптан бастап балаларды елін сүйетін патриоттық тәрбиелейікші. Күнделікті сабағымызда осы ұлтжандылық көрініс беріп отырса, бұл балалардың бойына міндетті түрде сіңеді деп айтқым келеді. Түсінді жауабыңызға рахмет. Қазіргі таңда мұғалімдердің біліктілігін арттыру керек деп санайсыз ба? Қазіргі таңда мұғалімнің біліктілігін міндетті түрде арттырып отыру керек. Себебі білім саласында жыл сайын жаңалықтар, жаңа әдістер енгізіліп жатыр. Білім саласындағы өзгерістер жыл сайын енгізіліп жатқандықтан, мұғалім де өз білімін міндетті түрде жетілдіріп отыру керек. Осы сайысқа қатысу барысында мен көп ізденіс, көп дайындық, көп білімімді жетілдіру арқылы осы сайыстағы жеңіске қол жеткіздім деп ойлаймын. Мен әлі де іздене беремін. Мұғалім ешқашан өзінің оқуын және ізденісін тоқтатпауы қажет. Бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Алдағы уақытта алға қойған мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Келесі шығарылымда көріскенше сау саламатта болыңыз.